Air Астана алдағы IPO қатысты деректерді жариялады. S&P 500 индексі 4840 пунктке дейін өсті. Ал Nasdaq Golden Dragon China 5338 пунктке дейін төмендеді. Бұл Жусан Инвест бәрін талдап шығайық. Өткен жұмада S&P 500 индексі өзінің максимумына жетіп, 2022 жылдың басынан бері ең жоғарғы нәтижені көрсетті. Ол үшін бірнеше жағымсыз жаңалықтардан кейін пайда болған алғашқы дезинфляциялық статистика қолданылды. Тағы сол өткен аптаның соңғы жұмыс күнінде Ұлыбритания желтоқсан айындағы бөлшек сауда деректерін жариялады. Сарапшылар көрсеткіштер 2,1%-ға өседі деп болжап еді. Ал желтоқсан айының есебі -2,4%-бен шықты. Бұл рецессиямен жуық арада мөлшерлеме төмендейді деген пікірді жақтаушылар үшін маңызды фактор бола білді. Бірақ бәрі мұнымен біткен жоқ. Ұлыбританияға ілесіп отырып, Канадада бөлшек сауда есептерін жариялады. Бір қызығы, ол желтоқсан айының емес, қараша айы бойынша деректерді шығарды. Ол жерде де -0,2%-ға төмендеген. Ал ақш-та Мичиган университеті үй шаруашылығы сегменті бойынша күн статистикасын жариялады. Оған қарап, тұтынушылар көңіл күй индексі көтерілгенін көруге болады. Ал инфляциялық болжамдар төмендеген. Сондай-ақ ақш-та жылжымайтын мүлік бойынша қайталама нарық есебі де сарапшылар күткенге қарағанда нашарлау шыққан. Жұма күні S&P 500 1,2, ал Nasdaq 1,7%-ға өсті. 10 жылдық трежеристер 4,12%-ға дейін түсті. Қытай акциялары динамикасына да жеке тоқталып өтейік. Жұмада Nasdaq Golden Dragon China индексі 5538 пунктке төмендеп, Тайваньдағы сайлаудан кейінгі аптаны аяқтады деуге болады. Бүгінен басталып жатқан апта жаңалықтарға толы болады. Жапония, Канада және Европа орталық банктері базалық мөлшерлеме бойынша шешімдерін жариялайды. Мысалы, Қытай халық банкі спекуляциялық жаңалықтарға қарамастан өзінің базалық несие мөлшерлемесін қаз қалпында қалдырды. Одан бөлек нарыққа әсер етуі мүмкін саяси жаңалықтарға назар аударсақ. ақш-та Республика партиясы тарабынан президенттікке ең мықты үміткерлерінің бірі Рон де Сантис сайлау жарысынан шығып, Трампты қолдайтыны белгілі болды. Енді Трампқа тек Никки Хейли ғана қарсы тұру мүмкін. CNN жүргізген сауалнама нәтижесі бойынша Нью-Гэмпширдегі республикалықтар арасында екеуінің қарсыластығы 50 және 39% болып, Трамптың пайдасына шешіліп тұр. Қазір экранда бір күн ішінде бағасы өскен және түскен компания акциялары шығады. Өткен аптадағы қор нарығы секторларының талдауы S&P 500 индексіне қатысты технология секторы плюс 2,9% орташадан жоғары және байланыс секторы плюс 0,2%. Көшбасшылар қатарында болғанын көрсетеді. Негізгі аутсайдерлердің қатарында коммуналдық сектор -4,9%, энергетика секторы -4,2% және жылжымайтын мүлік секторы -3,3% болды. Ал енді корпоратив жаңалықтарға тоқталсақ. Apple Евроодақтық антимонополиялық ісі аясында мобильді төлемдер технологиясын бәсекелестеріне ашуды ұсынды. Apple бағасы $3499 Vision Pro виртуалды шындық гарнитурасына алдын ала сатып алу мүмкіндігін ашты. Жаңа өнім 2 ақпаннан бастап ақш-та сатыла бастайды. Sony үндістандық Z компаниясымен $10 миллиард бірігу туралы ұсынысын кері қайтаруға өтінім берді. Amazon AWS Жапонияда бұлттық технологияларға $15 миллиард инвестициялауды жоспарлап отыр. Nvidia CEO-сі 4 жылда алғаш рет Қытайға сапар жасады. Өйткені ақш билігі жасанды интеллектке шектеуін жалғастырып жатыр. Сэм Альтман G чиптерін өндіру бойынша зауыттар желісін құруға $1 миллиард инвестиция тартуды жоспарлайды. Илон Масктың XAI атты стартапы жоспарланған $1 миллиард орнына $500 миллион көлемінде инвестиция тарталды. Macy's корпоративті штатты 13%-ға дейін қысқартып, тағы 5 дүкенді жабуға ниетті. Macy's, Archaus және Brigade компаниясының $5,8 миллиард сатып алу және оны жеке ұйым ету ұсынысынан бас тартты. Ford электр жүк көліктері өндірісін қысқартты, өйткені электр көліктерге деген сұраныс азайып келеді. Mercedes-Benz Германиядағы барлық автосалондарын сатуды жоспарлайды. Air Астана алдағы IPO-ға қатысты деректерді жариялады. IPO-дан кейін компанияның 25% капиталы еркін сауда айналымында болады. Достар, бүгінге осы, келесі кездескенше каналға тіркелуді ұмытпаңыздар.